Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Осы видеоны толық көріп, соңындағы тапсырмаларды орындай қой. Сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасын қайталау. Боксшы. Олай болса, өткен тақырыптарды қайталап алайық. Сөздердің мағынасы үш түрлі болатын, не? Антоним сөздер, синоним сөздер және амоним сөздер. Антонимдер дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздер. Мысалы, бар, жоқ, жақсы, жаман. Ал синоним сөздер, ол мағынасы бір-біріне жуық сөздер. Мысалы, сұлу, әдемі, көркем, жүздесті, кездесті. Ал амоним сөздер айтылуы да, жазылуы да бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі сөздер. Мысалы, ара ұшатын жәндік болса, екіншісі ағашты кесетін құрал екен. Олай болса, боксшы өлеңін тыңдап көрейік. Шаршы рингте шалт қимыл, қолдары бар гүрзідей, қарсыласын аямас, ауыр соққы бір зілдей. Көтерілді көк байрақ, танып елді жер жаһан, шықты рингке серт байлап, Бекзат пенен Ермахан. Өстау менің көңілім, жеңген сәтте ағалар, өркен өріс өмірін, барлық ұрпақ бағалар. Енді балалар, мағынасы түсініксіз сөздерді түсіндіре кетейін. Ринг деген арқанмен қоршалған шаршы алаң. Гүрзі деген ауыр соққы, қатты соққы дегенді білдіреді. Енді өлең кімдер туралы айтылған екен? Өлеңдегі кейіпкерлер туралы не білесің? Теледидардан боксшылар туралы хабарларды көресің бе? Еліміздің боксшылар туралы дерек көздерден ақпарат тап, өлеңдегі жазылу қиын сөздерді тап дейді. Өлеңде боксшылар туралы айтылған. Мына суретте көріп тұрғандарың өлеңдегі кейіпкер Ермахан Ыбырайымов және Бекзат Саттарханов. Олар Сидней олимпиадасының жеңімпаздары. 28-ші жаттығу. Жақша ішіндегі сөздердің тестісін қойып сөйлемді көшіріп жаз. Мықты, күшті, сұлу, әдемі, ескі, көне деген сөздер жақшаның ішінде тұр. Балалар, бұлар қандай сөздер? Әрине, бұл синоним сөздер, яғни мағыналары жуық. Осының тестісін қойып жазу керекпіз. Ендеше кеттік. Ермахан мықты боксшы. Айжан сұлу қыз. Көне кітаптарды жыртуға болмайды. Міне балалар, осылай жазсақ дұрыс болады екен. Жұмбақты оқып шешуін тап. Кімнің ұшқыр ойы, сайысатын кімдер айт, 3 раунд бойы. Яғни 3 раунд бойы сайысатын олар кімдер деп ойлайсыңдар? Әрине, боксшылар екен, е? Тірек сөздерді пайдаланып, жеңіс тақырыбына мәтін құрап жаз. Тірек сөздер мыналар екен. Қазақстан, боксшылар, Серік Сәпиев, Бекзат Саттарханов, жеңу, ту. Мұндай мәтін құрадық. Жеңіс. Қазақстан елін әлемге танытқан мықты боксшылар бар. Олар Серік Сәпиев пен Бекзат Саттарханов. Серік пен Бекзат олимпиада ойындарында қарсыластарын жеңді. Олар жеңіске жеткенде бүкіл қазақ елі қуанды. Әнұран шырқалды. Көк ту көкте желбіреді. Міне балалар, енді сендер қандай қылып құрай алатын едіңдер? Өздерің де басқалай мәтін құрай алатындарыңа мен сенімдімін. Олай болса, үйге тапсырма. Суретте 2 боксшы берілген. Өздерің осы суретке қарай отырып, әңгіме құрап жазып, оны маған жіберуді ұмытпаңдар.
Олай болса, сәттілік, сабағымыз аяқталды.